Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қар. Оқу мақсаттары. Оқылым стратегияларын қолдану, комментарий жазу, іріктеп оқу, зерттеп оқу. Жалғаулар мен шылаулардың ерекшелігін ескере отырып, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай жазу. Оқылым алды тапсырмасы. Төтенше жағдай тақырыбында бейнематериалды көріп, тақырыпты болжаңдар. Жалғастырайық. Семейде ауа райының күрт өзгеруіне байланысты төтенше жағдай жарияланды. Түннен бері соққан қатты боран салдарынан қала ішінде және сыртында жол жоқ. Қала көшелерінде қазір жүріп тұру қиын. Түтей соққан боран мен қалың қар салдарынан қоғамдық көліктердің басым бөлігі тоқтап қалды. Кейбір аудандарда электр бағандары құлап, жарықсыз отыр. Телеарналар мен радио арқылы Семейде төтенше жағдай жарияланды. Мекемелерде жұмыс уақыты қысқартылды. Мектептер мен оқу орындарында сабақ тоқталды. Қала басшылығы тұрғындарды абай болуға шақыруда. Қазір ауа райына байланысты қалада төтенше жағдай жарияланды. Қатты желден келген шығын көп. Ең маңызды деген жолдарды ғана тазалауға тырысып жатырмыз. Алайда техника жеткіліксіз. Қаладағы арнайы техникасы бар мекемелерден көмек сұраудамыз. Әскерилерден көмек шақырдық. Тұрғындарға төтенше жағдай қызметінің мамандары үйден шықпауға кеңес беріп, хабарландыру жасады. Пысықтау сұрақтары. Оқушылар, бейнематериал не туралы? Бейнематериалда қандай мәселе көтерілді? Дескриптор тақырыпты болжайды, бейнематериал негізінде өз ойын жинақы жеткізеді. Оқылым тапсырмасы. Мәтінді оқыңдар. Ғажайып ағаш әдісі арқылы алынған ақпаратты зерттеп, сызба түрінде қарастырыңдар. Мәтінде көтерілген тақырыпты анықта, мәтіннің негізгі ойын анықта, мәселенің туындау себебін жаз, көтерілген мәселенің салдарын жаз, мәселеге өзіңнің көзқарасыңды жаз, мәселені шешу жолдарын көрсет. Тапсырма дескрипторы. Мазмұн жағынан күрделі мәтіннің мазмұнын жақсы түсінеді, мәтіндегі негізгі ойды айқындайды, қажетті мәліметтерді дұрыс таңдай алады. Әдеби норма. Жіктік жалғауы. Жіктік жалғауы қимыл иесінің кім екенін білдіру үшін қолданылатын қосымша. Ол сөз бен сөзді жақ-жағынан қиыстырып тұрады. Жіктік жалғауы есім сөзге де, етістікке де жалғанады. Жіктелген зат есім сөйлемде баяндауыш қызметін атқарады. Мысалы, мен қазақтың баласымын. Тек адамға ғана қатысты зат есім жіктеледі. Жіктік жалғауы жекеше және көпше түрде жалғанады. Жекеше түрде, мысалы, мен жазамын, сен жазасың, сіз жазасыз, ол жазады. Көпше түрде, біз жазамыз, сендер жазасыңдар, сіздер жазасыздар, олар жазады. Жазылым тапсырмасы. Қарды сипаттай отырып, қар туралы жіктік жалғаулы сөйлемдер құрастырыңдар. Үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай жазыңдар. Тапсырма дескрипторы. Жіктік жалғаулы сөйлемдер құрастырады. Үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай жазады. Балалар, кері байланыс береміз. Бағалау терезесі. Егер сізге бәрі түсінікті болса, жасыл түсті. Егер сұрақтар пайда болса, сары түсті. Қиындық туындап түсінбеген жағдайда қызыл түсті көрсетіңдер. Өзіндік жұмыс. Жазылым. Жіктік жалғауларын қолдана отырып, ауа райы жаңалықтарын жүргізуші журналистің атынан мәтін құрастырып жазыңдар. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.